Мен сіздермен бүгінгі бөлісетін тақырыбым бұл ешкілердің, майда малдардың тұяқтарын қырқу. Яғни бұлардың тұяқтарын алмаса, бір қорада жұмсақ жерде тұрғаннан кейін бұларда тұяқ өсіп кетеді. Ал егер тауда, жайылымда жүрген малдарда көптеп өсе бермейді. Бұл тұяқ қырққанда осындай қайшы негізі өте қолайлы екен. Мен түрлі қайшыларды көрдім, қаңылтыр кесетін қайшы түр-түрін көрдім. Мынау тік болып келеді, бірақ кішкене ойысы бар. Бұл жаңағы тырнағын алуға өте ыңғайлы. Мына мен өзім мысалы үшін ішін тазалап аламыз да, одан кейін қырқа береміз. Әрі өткір мынау. Мен тұяқ қырыққан уақытта осылай басынан бастағандарыңыз дұрыс. Осылайынан өздеріңіз тұрып алыңыздар. Басынан бастап, одан кейін бірінші ішін тазалап аласыздар. Іші маңғарланып, жұмсақ жерде астары су болса, осылайынан жаман истер шығып маңғарланып кетеді. Бұл ешкіні мен өзім қазір бір кісілерден сатып алған болатынмын. Сатып алған кезде де осындай болып келді. Одан кейін аяғын іліп алды. Сонымен біраз қырқа алмай қалған болатынмын. Қазір енді мына қырқып жатырмын. Мына осылайынан тегістеп қырқсаңыздар, мына екеуінің разницасын көріп тұрсыздар ғой. Бұнда ешқандай қорқатын ештемесі жоқ. Бастысы жұмсақ етке дейін қырқып жүрмесеңіздер болды. Мына жер жұмсақ ет өзі мына ерекшеленіп білініп тұр. Соны қырқып жүрмесеңіздер болды. Оны қырқып жүрсеңіздер ақсаңдап қалады. Ол аяғына әсер етеді. Мына осылайынан тегістеп уже ала бересіздер. Бірінші сол бас жағын бір қырқып алсаңыздар болды. Мына жерлерден қабыршақтарын алуға болады. Қалғаны өзі, ешкі өзі жүре, қатты жерді баса-баса өзі тегістеліп кетеді. Бұлайынан бірінші басын тұмсық жағын кесесіздер. Тұмсық жағын кескеннен кейін мынау ішін тазалап аласыздар. Әден тыңш. Мына. Осылайынан бетінің бәрін, мынаның бәрі көрген шастар, мына былтырда алынбаған бұрынғы егелерінден. Сонымен тырнақ өсіп кеткен, одан ешкіде түрлі жәндегі аяқтарына жара шығып, сондай аурулар болу мүмкін. Ақсаңдап қалуы да мүмкін тырнақ алынбаса. Сол үшін тазалап алып тұрғандарыңыз абзал. Менде бұрыннан өзімде тұрған ешкілердің барлықтарында тырнақтары алынған. Мына. Осылайынан шетінен ала берсеңіздер болады. Мына ішін тазалап жіберіңіздер. Сол кезде қай жерге дейін алатыны өзі белгілі болады. Мына жердің бәрі өзі пустой болып тұр. Яғни бұлар тырнақтар, артық тырнақтар. Оларды алып тастау керек. Артық тырнақтардың бәрін. Мына қазір көріңіздер, мынаны салыстырып, алынған тырнақ, алынбаған тырнақ. Екеуінің разницасын көріңіздер. Мына осындай жағдайда болу керек. Ол міндетті түрде алып тұрыңыздар. Мен сіздерге кеңесім сол.
Міне қазір осылай тырнақтарын алынды. Мына артқы аяғынікі. Осындай қылып алып жүріңіздер. Сонда малдарыңыз таза, аяқ ауруларынан сау болады. Мына жері енді қатты өсіп кеткен екен, чересчур қатты болып кеткен. Бұда уже еттері мынаға дейін жақындап қалған. Бұны алатын болсам уже қанып кетеді.